Екі жеңгес келінді жіберіңіздерші екеуіңіз. Жіберіңіздер. Сөйтіп екеуіңіз бір сәлем салып жіберіңіздер. Келін көрсін де сәлемі қандай болады. Бәрекелді 3 рет қой, 3 рет. Белдерің қатайын деп тұр. 3 рет жасап тұр. Рас қой? Сосын келінді қатты қысып мыжбай тұрыңдар айналайын. Әбден опытмейді, қысып өкпесін қазірден душнек жасап алған. Мейіріммен қараңдар айналайын. Жасасын жаңа байлар деп шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Баяғы Әзімбек Жанқұлиев марқұм көкем айтқан, жаңа байлар болып жабыламыз деп. Так что той қыласыз. Бөлінбейік, бәріміз қазақпыз ғой. Баяғыда Назарбаев көкем айтушы еді ғой, қазақта руға жүзге бөлінгенді қояйық, одан да бәріміз шапырашты болайық деп айтушы еді ғой. Ал, сосын сіздерден бір өтініш. Пожалуйста, ортаға шыққанда күліп шығасыздар ма? Өтініш. Шынымен көп кісілер болады, атын атаған кезде күліп шығады да ақша тастап болғаннан кейін жылап баратындар ғой. Күліп шығыңыздар, бұл мен үшін емес 2 жас үшін жаратылатын ақша. Сосын апаларға ырза болып жатыр. Көп жасаңыздар апа, ойпырмай. Баяғының апаларының ставкасы 500 мыңнан аспаушы еді міне. Алды көк ақша 10 мыңнан салып жатыр ғой. Қалай шапалақ ұрмайсыздар апаларға? Аман болыңыздар. Баяғыдағы өстіп бір апам 5000 теңге салып, бәріміз талып қалғанбыз, ондай болмаған ғой. Ойбай апа 5000 салып рекорд жасап жатсыз, сұмдық қой, рахмет деп жатыр ек. 4 саусағына 1000 теңгеден 4-ө суырып алып кетті, іздаші деп. Так что ондай деп отырады. Аман болыңыздар. Ойпырмай қанша салып көрмей қалдық? Көрдім. Кенжебек көкем 20 мың салды, жидекүл жишем жаны шығып кетті. Келінжан қайнатаңа көп нәрсе керек жоқ. Шайың тәтті болса болды, қайната деген мәз болып жүре береді. Сыртқа шығады, ішке кіреді, өздері ойланып, думкада жүрген адамдар ғой әке деген. Бұл жерде сені бар қылатында, нар қылатында, оқ қылатында, шоқ қылатында, ит жоқ қылатында енен қойып жүр. Арнайы сәлем жидекүл енеңе. Жібер, майыстыра музыка. Тілін тапсаң енеңнің, подружкаңдай болады. Рахмет. Жидекүл. Сіз шілей бүйтіп білдіртпесеңізші. Қазірдің келінің алдында билеп атсыздар. Қызыңыздай болсын. Ене мен келін қыздай болмаса, анасындай болмаса қиын болады. Мысалға мен өз әйелім мен мамамнан пример аламда, менің әйелім мен мамам өте тату. Екеуі вообще ұрыспайды. Бір ұрысса тоқтамайды. Екеуі ұрысады да бірге жүре береді. Әйелдердің тойы болса бірге кете береді. Өткенде әйелдердің тойы болды да, екеуі күшті болып кеткен, бір-бірінің шашын жасап, сұмдық болып кеткен екеуі. Тойдан екеуі быт-шыт болып келді ғой. Тағы не үшін ұрысты екен деп отырсам, бұл жолы екеуі ұрыспапты. Просто екеуі тойдан толтырып алып шыққан пакеттерін таксиді ұмытып кеткен. Екеуі қатты қайғырды ғой, бір апта тамақ жемей таксисті қарғап шықты екеуі. Сол айтпақшы, ене мен келіннің арасында сондай бір татулық жарасып жүре берсін. Жидекүл әкеміз шапалақ ұрып қоймайсыздар ма? Қаншасыншы келін? Жеше? Өлі. Барда, қазақта сөз бар, келін алып қолың ұзарып тілін қысқарып дейді ғой. Точно екен ғой. Қолың ұзарды деген сөз, бүгіннен кейін ештеңе істемейсіз. Бірдеңе істейін десеңіз, келініңіз мама мен істей салам, мама мен сүрте салам, мама мен тазалай салам, мама деп. В общем, бүгіннен бастап келініңізді мамалатасыз ғой. Тілін қысқарды деген сөз, сіз Кенжебек көкеме қалай сөйлесеңіз, келініңіз балаңызға тура сөйтіп сөйлейді. Так что өзгеріңіз жеже. Баяғы сөздер болмайды көкеме. Тек қана жақсы сөздер, отағасы, өмірімнің мәні, вандамым, жеке жаным деп қойыңыз. Сол кезде көкесіз, ё-майо, мынау кімнің әйелі деп шок болып қаласыз, құдай қаласа. Сондай бақытқа жете берсін деп шапалақ ұрып қол соғып қойсаңыздар. Мына келініңіз таңғы сағат 6-да тұра алатын келін болсын. Абысындардың арасында достойны жүре алатын келін болсын. Бір жаққа барса біздің баладан сұранатын келін болсын. Сіздің 2 қолыңызды пенсияға шығаратын келін болсын. Әумин деп шапалақ ұрып қойыңыздар жеже. Ой, бәрекелді. Рахмет. Оның бәрі сізге кетеді ғой, ақыл оны міне қасамайсыз мысалға деп. Жешем қатырады. Бәсе, хотя мына байқұстың қылқыны батырау деген жоқ. Оң қалдым. Жешем, рахмет жешем. Өзім сәлем салшы жешем. Рас қой жетсіп жүргешкім жоқ айтылайын. Рас қой шын қуанған кезде адам баяғыда бір шал суға батып баратып қорыққаннан кемпіріне мама деген екен дейді. Ал кеттік ары қарай. Көшеде шапырашты мен адай ерексіп тұр дейді. Жерде 500 теңге жатыр дейді. Шапырашты айтады дейді, адай ана 500 теңгені аласашы деп. Сөйтсе адай айтады дейді, көке, мен адаймын, аспанда құдай, жердің астында мұнай ортасында адай, сөйтіп тұр 500 теңгеге еңкейем ба? Сен ал деп. Шапырашты айтады дейді, көке, менің көкем 30 жыл елі басқарды, сөйтіп тұр 500 теңгеге еңкейем ба? Еңкеймеймін, сен ал деп тұрған. Сөйтсе Сәмбет өтіп бара жатыр дейді. Ол Сәмбет шақырайықшы, ақ болады ау депті. Сәмбет бергеш депті. Сәмбет келе жатыр дейді, жайла бірдеңе беріп қалама деп келе береміз ғой. Не болды жігіттер деп, сөйтсе ана екеуі айтады дейді, Сәмбет, біз ана 500 теңгені аламай тоқ, сен аласашы деп. Сол кезде Сәмбет айтыпты ғой, айбетпеңдер жігіттер, мен Сәмбетпін, Сәмбет болып тұрып, никогда 500 теңгеге бола еңкеймеймін деп, қалтасынан 5000 теңге шығарып жерге тастап, 5500-ге еңкеуге болады деп алып кеткен екен дейді.
амалын тауып алған ғой. Ана екеуі ми жетпей тұрды. Жасасын сәмбеттер деп шапалақ ұрып қоймайсыздар ма? Вот. Так что любой жерде ситуацияда шыға білу керек. Рахмет. Ал құрметті ағалар, ағайындар.